Ассаламу алейкум достар. Школадан лайфхактарды еске түсірейік. Школада лайфхактар өте көп, сол себепті қысқа нұсқа түсіруге тырыстым. Видеоны аяғына дейін көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бірақ кейбір лайфхактарды орындау видеодағыдай оңай емес. Мен де бұны Джеки Чан сияқты бірнеше рет қайталадым. Бірақ анда-санда істеп тұрсаңыздар, үйреніп кетесіздер. Осы жерден кольцоның да үстіне құлауға болады. Бірақ менде болмай қалды, бірақ бұл оңай. Школа адам көп түсетін жер болғандықтан кейде емделіп алуды артық етпейді. Осындай лестницалардың астына отырып, ешкімге көрінбей жаныңызды толтырып алуға болады. Бұндай лестницалар школада өте көп. Көрші зданияда бұндай лестница бар. Оң жақтағы лестницаны қолданған дұрыс, себебі сол жақтағы ашық. Маған паркур өте ұнайды. Бірнеше паркур арқылы жасалатын лайфхактарды көрсетемін. Ұнаса пайдаланыңыздар. Паркур арқылы ойламаған жерден пайда болуға болады. Өте жақсы функция. Мен сияқты қызғаншақ болсаңыздар, школаның үстін бұлтат етіп, көрші зданияға осылай тез жетіп алуға болады. Бұл көрші зданияда да пайдалы орындар аз емес. Осылай есікті күзетуге болады. Немесе мына жақтаулардың артына шығып, жасырын түрде күтіп алуға болады. Школаның заборынан секіріп өтуге болмайды, сол себепті тез арғы бетке өту керек болса, осындай паркурдың көмегін пайдаланып, лестница арқылы секіруге болады. Дәл солай осы тұстан төмпектің көмегімен ішке кіруге де болады. Школада басқа да лайфхактар бар. Маған ұнаған лайфхактар осымен аяқталды.
болсын, видео ұнаса лайк бас, каналға тіркел, келесі видеоны жіберіп алма, комментарий қалдыр. Бұл видеода көрсетілмеген керемет лайфхакты білсеңіздер, бізбен бөлісіңіздер. Мен сіздермен қоштасамын. Бәрлеріңізге сәттілік тілеймін.